Елімай жоңғар шапқыншылығының ауыр кезеңіндегі қазақ халқының басына төнген қауіп-қатер, азап-қиыншылықты босқан елдің мұң-зарын толғайтын тарихи сазды өлең. Ол соңғы кездерге дейін халық өлеңі деп танылып келді. Кейінгі зерттеулерде оның нақты авторы Қожаберген жырау Толыбайұлы делінеді. Қаратаудың басынан көш келеді өлеңін ең алғаш рет баспасөзде жариялаған Мұхамеджан Тынышпаев. Бұл жырды кейінірек Ахмет Байтұрсынұлы, Әбіш Кекілбаев пен Мұхтар Мағауиндер де жариялаған. Фольклор танушы Оразаев тапсырған нұсқаны Ықылас Дүйсенбаев зерттеген. Осы тарихи өлең туралы Сәкен Сейфуллин, Қабдеш Жұмаділов сынды жырдың авторы ретінде Арғын Топыш ақынның аты аталады. Алайда мұндай кісі туралы дерек жоқ. Жыр өзінің жүрек тербейтін мазмұнымен қатар әдемі де әуезді әуенге құрылған. 1710 жылдың жазының аяғында өз еркімен ордабасылық қызметте босаған Қожаберген батырды кезінде өзін тәрбиелеп өсірген ағасы Қарабас Тархан жасы ұлғайғанын айтып, өз орнына Орта жүз керей-уақ елдеріне шора сайлатады. Сөйтіп, Толыбай сыншы ұлы жырау өз ағасының орнына шора болып, 1710-1723 жылдар аралығында өз жұрты керей-уаққа басшы болыпты. Ол 1723 жылы көктемде сыр бойында мекен еткен кіші жүздегі қайын жұртына қонаққа аттанарда ел жұртының игі жақсыларын жиып, мәжіліс өткізіп, өзі ақ батасын беріп, ұсыныс жасап, өз орнына ағасы Қарабас Тарханның үлкен баласы Асқап Сардарды керей-уақ елдеріне шора сайлатады. Толыбай сыншы ұлы жырау 1723 жылғы Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама атанған ірі апатты өз басынан өткеріп, көзімен көрген, қырғынның жуан ортасында болған қарт баһадүр. Сол аса қатерлі сапарда ол Науан, Әсет есімді екі батыр баласынан өзіне әрі өкіл бала, әрі атқосшы саналған Айбек, Ермек атты екі батыр азаматтан айырылып, бәйбішесі екеуі әрең дегенде көппен бірге жау қоршауын бұзып өтіп аман құтылады. Елімай әнін, Елімай күйін, Елімай жырының бірінші бөлімін Қожаберген ақын сол қоршауда тұрған кезінде шығарыпты. Елімай атты өлеңде, жырда, әнде әр кезеңде дүниеге келген. Соның ішінде 1723 жылғы Елімай әнін дастанын шығарған Толыбай сыншы ұлы жырау. Елімай атты өлең Міржақып Дулатовта да бар. Ал Елімай деген дастанды халық ақыны, әдебиетші ғалым, белгілі әнші Тұрсынхан Әбдірахманова да жазған. Әдебиетте бір-бірімен аттас әндер, күйлер, жырлар жиі кездеседі. Бірақ оларды бір-бірімен шатастыруға әсте болмайды. Ақындықта Қожаберген жырауға Дәстемсал, Бұқар, Ақтамберді, Үмбетей, Тәтіқара жыраулар шәкірт болып, одан үлгі-өнеге алса, батырлықта Бақсары, Бөгенбай, Жәнібек үшеуінен бастап Бөкенбай Мергенұлына дейінгі батыр атаулы сол Толыбай сыншы ұлы ордабасыға шәкірт болып, одан тәлім-тәрбие алыпты. Толыбай сыншы ұлы жыраудың Елімай дастаны бір нұсқалы жыр. Оның кейбір сөздері ауыздануға көше жүріп, өзгеріске ұшырағанына қарамай, әркімдердің қолында жүрген үзінділерін сол дастанның өзге нұсқалары деп теріс түсінуден аулақ болайық. Егер сол үзінділерді бөлек нұсқа деп керісінше ұғынып жүрген адамдар әркімдердің қолында жүрген үзінділерді жинап әкеп, Елімай жырының бірінші бөлімінің толық нұсқасымен салыстырса, олардың Елімай дастанының бірінші бөлімінің ел ішінде шашырап жүрген үзінділері екенін анық аңғарар еді. Ақпарат бізден, пікір сізден болсын көрермен. Арнайы 911.